Ақтау қаласы аумағында құқықтық тәртіп жедел профилактикалық шарасы өтуде. Шараның негізгі мақсаты көшелер мен қоғамдық орындарда тиісті қоғамдық тәртіпті сақтау, жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, тұрмыстық зорлық-зомбылықты, вандализмді, теріс қылықтар мен бұзақылықтың алдын алу, әйелдер мен балаларға қарсы кез келген зорлық-зомбылық деректерінің жолын кесу және құқық бұзушылыққа нөлдік төзімділікті нығайту мақсатында өткізілуде. Ақтау қаласы полиция басқармасының жергілікті полиция қызметінің бастығы, полиция майоры Ерлан Отаров Есенбекұлының жетекшілігімен көшелер мен басқа қоғамдық орындарда, оның ішінде жастар шоғырланатын орындарда қоғамдық тәртіпті және профилактиканы күшейту. Ақтау қаласы аумағында жергілікті атқарушы органдармен, Аманат партиясының өңірлік филиалдарымен, үкіметтік емес ұйымдардың, жастар қозғалысының, бақ өкілдерімен, блогерлермен, қоғамдық пікір көшбасшыларымен, волонтерлармен, өртке қарсы қызмет бөлімімен қоса жедел жәрдем қызметімен бірлесе отырып, қоғамдық тәртіптің алдын алу мақсатында жергілікті полиция инспекторлары күшейтілген режимде қызмет атқаруда.